қарсаңында шақырып, мемлекеттік қызметте және осы ауыл шаруашылығы саласында әрбір салада, денсаулық сақтау, білім саласында жұмыс жасаған азаматшалардың бәрін шақырып құттықтайық дедік. Құрметті ақжауықты аналар, ардақты аяулы қарындастар, сіздерді көктемнің алғашқы шуақты мерекелерінің бірі халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дана халқымызда дүниеде үш нұр бар. Біріншісі күннің нұры, екіншісі ақылдың нұры, үшіншісі ананың нұры деген құдіретті күшті аталы сөз бар. Ал ана сол ұлы құдіретті түйіндердің иесі.